Ақтауда әскери бөлімдер мен әртекті кемелер дивизионы жауынгерлік әзірліктің ең жоғары деңгейінде жаттығу өткізді. Мақсат командирлер мен штабтардың ұрысқа әзірлігін пысықтау. Ауқымды шараға 5000-ға жуық әскери қызметші қатысты. Әріптесім Айым Балтабайқызының сюжетін көрейік. Кемені шығу ұрысқа және жорыққа дайындар. Жауынгерлік кемелер Ақтау теңіз портындағы әскери айлақта зәкірде тұр. Жаттығу бағдарламасы бойынша таңғы 5-те дабыл қағылды. Матростар дереу киініп қару асынды. Әрқайсысына палубада ат түсініктелері бекітілген. Теңізшілердің ұрысқа дайындығын офицерлер бақылады. Каждые 5 минут мы вели доклад. Бізге бекітілген атыс орнында тұрып, аумақты күзетуге кірістік. Жағдайды әр 5 минут сайын командирге рация арқылы баяндап тұру міндетті. Мұндай жаттығулар нағыз теңізші болуымызға септігін тигізеді. Бір жылдық әскери қызметім аяқталған соң, әскерде қаламын деп ойлаймын. Внимание волна, я орда, сигнал 10:05. Жауынгерлік дабыл теңіз жаяу әскерлерінің бригадасында да қағылды. Сарбаздар шұғыл сап түзеді. Бөлім командирі бұйрық берген бойда қару-жарақ, азық-түлік тиелген әскери көліктер колоннасы жолға шықты. Оқу-жаттығу кезінде жеке құрамның қауіпсіздігі мен ауа райына сәйкес киім киюге ерекше назар аударылды. Киім-кешек қоймасында, азық-түлік қоймасында ұзақ сақталуға арналған мүліктерді тиеу және түсіру жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңда 25-744 әскери бөлімнің жеке құрамы барлық тапсырмаларды орындап, жауынгерлік әзірлікке дайын. Ақтаудағы әскери теңіз базасының жеке құрамы да жауынгерлік дабылмен аяққа тік тұрды. Казармада жас сарбаздар бес қаруына асынып, шұғыл жорыққа тас түйін әзірлігін көрсетті. Осылайша құрлық пен теңізді қамтыған жаттығуда Ақтау гарнизонына қарасты әскери бөлімдер мен жауынгерлік флот кемелері өзіне жүктелген тапсырманы мүлтіксіз атқарды. Айым Балтабайқызы, Берік Сұлтанов, Жібек жолы, Ақтаудан.